Баршаңызға сәлем достар, каналыма тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыз. Бүгін сіздерге өзім тапсырысқа жасап жүрген хит торттардың бірі вупи пай тортының рецептісімен бөлісетін боламын. Менімен бірге міндетті түрде қайталап көріңіздер. Ең алдымен шоколадымыз бен майымызды жақсылап ерітіп алатын боламыз. Яғни мен осындай сотейникте газда ерітетін болам. Менде 80 грамм Қазақстан шоколады және 82% закрома майы. Майымыз бен шоколадымыз міндетті түрде качествосы жақсы болу қажет, сонда тортымыз дәмді болады. Сіздер де осылайынан ерітіп алсаңыздар болады, немесе водяной баняда, жаңағы айтқандай микроволновкада ерітіп алсаңыздар болады. Массамызды енді қоя тұрамыз. Оған дейін мен осы 3 дана жұмыртқамды жарып, үстіне қант қосатын боламын. Яғни екеуі жақсылап бір ақ пик болғанға дейін, көтерілгенге дейін осылайынан миксердің көмегімен қазір жақсылап көпіртіп алатын боламын. Жұмыртқамен қантымды жақсылап осылайынан 2-3 минуттай миксердің көмегімен осылай аппақ болғанға дейін көпіртіп алатын боламын. Осылайынан асықпай, бетінде ақ көпіршіктер пайда болғанға дейін жақсылап миксердің көмегімен осылай миксерлеп алатын боламыз. Мінекей менде осындай аппақ көпіршік осылайынан пайда болды. Және де менің салқындатылған жаңағы май мен шоколадымды үстіне құятын болам. Осы кезде мен жаңағы миксермен де ақырындап араластырсаңыздар болады, бірақ мен оны ары қарай венчиктің көмегімен жақсылап асықпай астынан үстіне осылай біріктіріп алатын боламын. Көп араластырудың қажеті жоқ. Енді үстіне жаңағы дайындаған өзіміздің илектен өткізілген ұнымызды және какаомызды, разрыхлителімізді осылайынан барлығын бір ыдысқа салып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Менде бұл жерде какао, темный какао, яғни испанский какао, кондитерский магазиндерден граммдап алсаңыздар болады. Және разрыхлитель, үшеуін осылайынан жақсылап біріктіріп алдым. Какаомды міндетті түрде илегіштен өткізіп алдым. Сонда ешқандай комочектер пайда болмайды. Барлығын осылайынан үстіне салып, біркелкі масса болғанға дейін, өте көп емес, 3-4 рет жақсылап араластырып аламын астынан үстіне. Мінекей менде осындай шоколадты масса пайда болды. Менің жаңағы вупи пайымның қоржықтарына арналған жаңағы смесіміз дайын болды. Енді бұны жақсылап 4 қоржыққа бірдей етіп бөліп алатын боламыз. Менде осындай ақ пергамент глянцевый қағазы. Осыған мен қазір 18 диаметрде кольцаны пайдаланатын боламын. Сіздердің духовкаларыңызда, яғни 18-ді таңдасаңыздар, 20-22-ге дейін қазір жайылып пісуі мүмкін. Сол себептен кольцаңызды біраз кішілеу етіп алғаныңыз өте дұрыс болады. Және де менде бұл жерде 1 килограммдық торт болғандықтан мен осындай 18 диаметрлік қазір торт жасайтын боламын. Мен жаңағы дайын болған тестамды осылай бірдей етіп 4 бөлікке бөліп, весыйдың көмегімен жаңағы осылайынан бөліктерге бөліп алдым. Менде 112 граммнан айналды. Осылайынан барлығын 4 бірдей етіп бөлікке бөліп дайындап аламын. Осы кезде мен духовкамды 160-170 градуста қыздырып қоятын боламын. Сонда массамыз бірден түскен кезде көтеріліп әдемі пісетін болады. Осылайынан дайындап алдым пергаментке. Енді барлығын қызып тұрған пеште бастапқысында 10 минут пісіретін боламын, кейіннен 6-7 минуттай пісіріп алатын боламын. Яғни мен ешқандай да бұл жерде конвекцияны қолданған жоқпын.
духовканың вверх-вниз функциясымен жаңағы асты үстімен 170-180 градуста 6 минуттай жаңағы піскенге дейін осылай ұстайтын болам духовкада. Одан бөлек көп ұстауға да болмайды, себебі бізде вупипай шоколадты коржик болғандықтан біздің печеньелеріміз қатып қалуы мүмкін, яғни брауни печеньесіне айналып кетуі мүмкін. Сол себептен өз духовкаларыңызға қарай 6-7 минуттан екінші завозбен пісіре берсеңіздер болады. Бастапқы бір коржиктарымызды 10 минуттай пісіріп алатын боламыз. Мінекей менде осылайнан дайын болды. Жақсылап суығаннан кейін осылайнан шешіп сеткаға аударып қоятын боламыз. Барлық коржиктарымды осылайнан пісіріп, жақсылап салқындатып алатын боламын. Піскенін осылай саусақтың ұшымен тексерсеңіздер болады, яғни пружина тәріздес болу қажет. Піскенін осылай тексеріп аламыз. Егер сізде коржиктарыңыз жөнді піспесе, асты дымданып, онда қайтадан духовкада пісіріп алуларыңыз қажет. Мінекей осылай асты үсті бірыңғай қоңыр болып, қағаздан оңай алынуы қажет. Менде осындай 4 коржиктарын дайындап алдым. Енді кремге кірісетін боламын. Енді крем жасайтын боламыз. Менде бұл жерде 350 грамм творожный сыр және 150 грамм қант. Сіздердің дәмдеріңізге қарай маскарпонені қоссаңыздар болады. Яғни 200 грамм маскарпоне, 200 грамм творожный сыр қоссаңыздар болады. Менде бұл жерде калех сливочный сырын қолдандым. 350 грамм сыр, менде 150 грамм қант, екеуін осылайнан жақсылап 1-2 минут араластырып алатын боламын. Енді үстіне міндетті түрде холодильникте салқындатылған сливкиді құятын боламыз. 200 грамм. Егер сіздің сливкиіңіз бөлме температурасында немесе витринадан алып кеп қосатын болсаңыздар, онда кремдеріңіз сұйық болып кетеді. Яғни массаларыңыз ана сияқты пик болып тұрмайды. Сол себептен холодильникте біраз 5-6 сағаттай ұстаған дұрыс сливкиларыңызды. Мінекей мен миксердің көмегімен осындай өзіме керек массаны взбивать етіп алдым, дайындап. Енді мен бұл кремді өлшемінде бірдей етіп 3 бөлікке бөлетін боламын. Және де менде осындай подложка, мен жұқа подложканы қолдандым. Және мешки одноразовый, және насадкасы. Кез келген дүкеннен алсаңыздар болады, вупипайдың насадкасы десеңіздер, сіздерге көрсететін болады. Осылайнан ішіне жақсылап кіргізіп алатын боламыз. Егер сізде бұндай насадка болмаса, тек жаңағы қиған жеріңізден крем сала берсеңіздер де болады. Шариктерін солай шығаруға болады. Менде крем 250 граммнан айналды. Осылайнан барлығын салып, дайындап аламын да, бірден тортымды құрауға кірісетін боламын. Енді жаңағы коржиктарымызды осылай астынан үстіне аударып, үстіне енді креммен шариктерді отырғыза бастаймын. Шариктеріңіз неғұрлым коржиктің сыртына қарай шығыңқы болса, тортыңыз соғұрлым әдемі көрінетін болады. Мен өзім осылайнан өте шығыңқы болған қаламаймын, сол себептен өзіме ыңғайлы техникамен осылай шариктерді отырғызып шықтым. Екінші коржигімізді да дәл солай астынан үстіне төңкеріп осылай орнататын болам. Әр шариктерді жаңағы астыңғы қатармен бірдей үстіңгі қатарды орнатып шықсаңыздар, әдемі көрінетін болады. Дәл осылай үшінші коржигімізді қоятын боламыз үстіне, астынан үстіне аударып, және де шариктерімізді дәл жаңа қатарлардың бойымен осылай отырғызып шығатын боламыз. Кремдеріңізді есептеп салып алсаңыздар, барлық коржикқа бірдей етіп жететін болады, теңдей етіп. Мінекей енді ең үстіңгі коржигімді мен аудармаймын, оны тек үстінен қаратып, яғни шоколадтарым әдемі болып ағу үшін осылай қалдыратын болам үстінен. Үстін дүзеп, осылай алақанымызбен ақырындап басып, формасын келтіріп аламыз. Мінекей мен тортым дайын болды. Енді үстіне шоколадты жаңа ганашын дайындайтын боламын. Менде бұл жерде Қазақстан шоколады және сливки қолданатын болам.
менде 50 грамм шоколадқа 50 грамм сливки екеуін жақсылап газда ақырын күйдіріп алмай, өте ысытпай, осылай шамалы, өздеріңізге байқалады, шоколадыңыз ерейтіндей сыса жеткілікті, немесе микроволновкада ертіп алсаңыздар да болады. Ең бастысы сливкиларыңызды қыздырып, шоколадты ертіп алсаңыздар болды. Мінекей мен осылайнан газдың көмегімен ақырын араластырып отырып, екі массаны біріктіріп дайындап алдым. Менде 50 грамм шоколад пен 50 грамм сливки кетті осы тортқа. Енді осындай шпательдің көмегімен, немесе қасықтың көмегімен барлық жерге жеткізіп, осылай шетіне патектар жасайтын боламыз. Осылайнан ақырындап айналдырып отырып, шоколадтарымызды жаңағы шариктеріміздің үстіне осылай ақырын ағызып жіберсеңіздер, әдемі көрінетін болады. Мінекей осылайнан әдемі болып шықты. Енді соңғы этапта өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша клубника, малина, қандай жидектеріңіз бар, сонымен әдемілесеңіздер болады. Менде бұл жерде абрикос және жаңағы альбининің печеньесімен жақсылап қазір әдемілейтін боламын. Қалауларыңыз бойынша сәндесеңіздер болады. Осылайнан барлығын үстіне орналастырып аламын бірдей етіп. Енді осындай кондурин, яғни алтын тектес кондуринді спиртке араластырып аламын да, осылайнан әдемі жолақтар жасап шығамын, әдемі көріну үшін. Сіздер жасасаңыздар болады, немесе үй жағдайында жасамай, бірден тортты кесіп жіберуге де болады. Немесе холодильникте 2-3 сағатқа ұстап, кейіннен кесіп жесеңіздер өте дәмді болады. Менімен бірге қайталап көріңіздер. Торттың салмағы 1 килограмм 200 грамм шықты. Міндетті түрде мен жасап, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз. Менімен бірге жасаңыздар. Сау болыңыздар.